Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде ерекше күн, ерекше қонақ. Тайм-менеджмент кітабының авторы Шынар Әділова қонаққа келіп отыр. Апай, ең бірінші сізге көп рахмет. Алтын уақытыңызды арнайы бізге подкастымызға, тыңдармандарымызға арнап келіп тұрғаныңызға Алла разы болсын. Мен сізді осы жазушы ретінде танимын. Ендеше сіз өзіңізді қай қырынан таныстырасыз? Қайырлы күн. Мен де осындай керемет сұхбатқа келіп отырғаныма, шақырылғаныма өте қуаныштымын. Менің атым Шынар Әділова. Мен ең алдымен өзімді дін маманы ретінде таныстырамын, дін танушымын. Осы дінді, ислам дінімізді өмірімде де, мамандық ретінде де алып жүрген жанмын деп айта аламын. Және мақсатым ретінде де осыны алға ұстаймын, дінді барлық адамдарға жаю мақсатында, түсіндіру мақсатында. Өйткені біздің дініміз ең кәміл дін, және соны барлығы білу керек деп ойлаймын. Ал жазушылыққа келетін болсам, басын тапқыда енді көбіне аудармашылықтан бастадық, ары қарай жазушылыққа дейін жетіп отырмыз. Бұл жолда көбіне маған пайдасын тигізген нәрсе ол тіл деп ойлаймын. Өйткені басқа шет тілдерді білу адамға көптеген есіктерді ашады. Сол арқылы бір мәліметтердің жан-жақты қырынан тануға болады. Оны ағылшынша қарасақ та, түрікше қарасақ та, орысша қарасақ та, арабша қарасақ та, жан-жақтан әртүрлі мәліметтер ала отырып, біз бір нәрсенің ақиқатына барынша жақындауға тырысамыз. Осы жолда кітап жазуды да бастадық. Одан кейін Инстаграмда блогым бар, адамдарға, халыққа сол қазіргі таңдағы жайылып жатқан әлеуметтік желі арқылы да жетуге тырысамыз. Ең қызығы, мен сіздің бүгінде біліп отырмын, дінтану мамандығында Нұр-Мүбарак университетінің докторанты боласыз, және одан тағы бір қызық нәрсе, Сүлейман Демирел университетінде бакалавр бітіргенсіз, халықаралық қатынастар мамандығында, Осы қалай келдіңіз, мысалға, бакалаврда мүлде басқа мамандық, докторант магистратурада мүлде басқа мамандық? Негізі сол жаңа айтып өткендей, бастапқыда тілді меңгеру арқылы осы мамандыққа түстім. Халықаралық қатынастар мамандығы, өзі ағылшын тілі мен ары қарай түрік тілі, француз тілін оқып, бірақ сол жерде енді ары қарай жүрек қалауына бет бұрдым деп айтсам болады. Өзіміз дінді жалпы тек қана өзім ғана өмір сүрмей, басқаларға да түсіндіріп жеткізу мақсатында. Сол үшін ары қарай магистратураны дін саласында оқыдым. Қазіргі таңда Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениет университетінде докторантура оқып жатырмын. Бұл өмірлік мақсат жолында келген, жолында өзгерген бір бетбұрыс деп айта аламын. Сонда мамандығыңыз сіздің дінтану, әлде ислам танушы ма? Қандай мамандық? Менің негізгі өзімнің мамандығым дінтану, жаңа айтып отырғандай, бір басқа мамандықтан екінші мамандыққа ауысқаным үшін болып тұр бұл нәрседе. Жалпы басынан бастап оқитын болса, адамдар ислам тануды да оқыса болады. Мен де алдымда таңдау тұрды, қайтадан басынан бастап бакалаврды оқу деген, бірақ ол жерде оқылатын нәрселердің көбісін өзім оқып білгеннен кейін ары қарай жалғастыруды жөн көрдім. Және қазіргі таңда да енді соңына дейін жетейін дедім. Сонымен докторантураны да оқып жатырмын. Керемет, апай, соңына дейін жетейін деген, көбінесе бір нәрсені ұзағырақ жасай алатын адамдарға тән қасиет, мысалға аудармашыларда кездеседі деп өзіміздің саланың адамдары бір мақтап қояйыншы, себебі аударған кезде бір көп мағлұмат қой, бір нәрсені шұқып, таңертеңнен кешке дейін отыра беру негізі көп адам қолынан келмейді. Сол секілді сізде осы дін саласына кіргеннен кейін шешінген содан танымас дегендей жаңағыдай докторантураға дейін оқып жатсыз, керемет. Айта кету керек, тыңдармандар, тайм-менеджмент деген кітап 2000 жылы, апай? 2019 жылы жарық көрді. Бүгінде міне екінші басылыммен шығып, оқырмандардың қазіргі бестселлер кітаптардың бірі. Аллаға шүкір, мен әйтеуір оқығанмын, бірінші курс бітірген кезде, төртінші курс оқып жатырмын, оқыған кезде өте күшті кітап. Қазақстандағы ең бірінші кітап осы тайм-менеджмент және ислам тақырыбын қоса алып өткен. Меніңше тіпті 3
саланы қоса алып себебі қазақи ішіндегі мәліметтер, мақал-мәтелдермен ұштастырып, хадистермен, Құранмен, сүннетпен ұштастырып, оның алып келіп батыстағы ең керемет үздік тәсілдерді қоса білуіңіз өте керемет, сәтті шыққан, өте шебер шыққан туынды. Бұл кітапты оқымағандарыңыз болса, оқуға кеңес беремін. Апай айтпақшы, осы кітапты біз отбасымызбен оқыған едік. Менен кейін сіңілім, папам, әкем оқыған еді. Керемет кітап. Қандай бір жасқа да келе береді, мысалға жас жеткіншектерге де, үлкен кісілерге де керемет мағлұматтар. Және апай, мен сіздің туралы қарап отырып, жалғыз бұл кітапты ғана жазбаған екеніңізді көрдім. Мысалға, сіз ақыр заман және қияметтің белгілері кітабының авторы екенсіз. Сауап мол құлшылық деген кітаптың авторы, сауап мол құлшылық ораза туралы, сол кітаптың авторы екенсіз. Сүннет энциклопедиясы деген үлкен, неше томдық еді ол? Қазірде 6 том. Үлкен, сондай 6 томдық кітаптың авторларының бірі екенсіз, Осындай кітаптарды жазуға не идея қайдан келеді? Шабыт қайдан аласыз? Апай, осы туралы айтып кете аласыз ба? Шабыт Аллахтан деймін ба? Машалла. Шабыт ол келет адамның ішінде болады. Бір нәрсені жазайын, адамдарға жеткізейін, көрсетейін деп. Мен баспаға келмей тұрып та өзім мақала жазатынмын, түрлі аудармалар жазып, осы блогта бұрынғы кезде ол Ислам.kz деген блог болатын. Біздің сол университетті бітіретін уақыттағы кезеңдерде. Солай өзім жазатынмын. Оған маған ешкім ақша төлемейді, ешкім мені танымайды. Сонда да тек қана соны ішімдегін шығарып жеткізу мақсатында. Өйткені оның барлығы бір ақиқатты жеткізу, адамдарға пайдалы нәрселерді шығару болатын. Содан кейін осы баспамызға, қазіргі таңдағы Самға баспасы, бұрында Таным баспасы, осы баспаларға келгеннен кейінгі көбінесе халықтың қажеттілігінде, қазіргі кітап саласындағы жетіспей тұрған тақырыпқа байланысты жаза бастадық. Ең бірінші, енді кішкентай кітапша болып шыққан осы сауабы мол құлшылық ораза кітабы. Бұл жерде бізде жалпы ғылым халда, басқа да ораза туралы айтылған кезде оразаның қаңқасы айтылады. Яғни ол қалай ұсталу керек, оны бұзатын, бұзбайтын не деген сияқты мәселелер. Ал мына жерде бұл кітапта оразаның сауабына, оразаның хикметіне тоқталып, соған арнайы кітап жаздық. Бұның да қажеттілік болғаннан кейін жазылған кітап. Одан кейін ғылым хал бар, ортада әйелдерге арналған ғылым хал бар, арнайы ғылым хал. Біздегі жаңағы айтып отырған ғылым халдарымыздың барлығы жалпы жазылады. Яғни ер адамдарға да, әйел адамдарға да жалпы мәліметтер, жалпы ережелер жазылады. Оның ішінде бірақ әйел адам өзі табиғатынан ерекше болғаннан кейін діни тұрғыдан да көптеген ерекшеліктері бар. Сондықтан діни тұрғыда оған байланысты үкімдер де көп табылады. Сол үшін әйел адамдарға арнайы кітап жазылады. Ол жерде тіпті араб тілінде, түрік тілінде қалың үлкен том кітаптарға дейін бар. Соларды да көре аламыз. Ал бізде қазіргі қазақ тілінде жарық көріп отырған осы әйелдерге арналған ғылым халда барынша қажетті сұрақтарға жауаптарды тауып беруге, анықтап түсіндіруге тырыстық. Бұл жерде біз осы Самға баспасында 7 жылдай қызмет атқарған Мадина Жұмадилаева жазушы ханыммен бірге жаздық. Одан кейін ақыр заман және қияметтің белгілері. Бұл да сұранысқа сай жазылған кітап деп айтсам болады. Өйткені бұл тақырып, ақиданың тақырыбы, бұл иман негіздері секілді кітаптардың ішінде қамтылған, бірақ жан-жақты түсіндіру ретінде қазақша бір кітап шығаруды жөн көрдік. Бұл бір жағынан қараған кезде қызық кітап. Осы бізде баспамызда бұның жарнамасы жазылған кезде де болашаққа қатысты таңғажайып оқиғаларды білгіңіз келсе, осы кітапты оқыңыз деп шығарған. Керемет. Шынымен таңғажайып оқиғалар, ондай жағдайларда, сондай оқиғаларда орын алады ма деп те таңғалатын жағдайлар бар. Бірақ дініміз үшін де, иманымызды соңына дейін сақтап қалуымыз үшін де білу керек маңызды нәрселер. Ал сүннет энциклопедиясы қазақ тіліндегі хадистердің ең алғашқы шархы деген, яғни түсіндірмесі. Басқа араб тілінде, түрік тілінде том-томдап бір-бірінің жанында жалғасып тұратын біз 30 томдық, 40 томдық да кітаптарды көре береміз, көре аламыз. Ал қазақ тілінде мұндай томдап шығарылған кітап жоқ, яғни діни әдебиет жоқ. Сонымен қатар бізде қазақ тілінде Құранның тәпсірі де жоқ, хадистің шархы да жоқ. Соның ішінде ең бір алғашқы қадам ретінде осы сүннет энциклопедиясын жазып,
хадистердің шархын жазып отырмыз. Мұнда өте үлкен белді авторлар бар. Бұл жерде мен өзім сол авторлардың бірі ретінде қосылдым. Бұл мен үшін де үлкен абырой, мақтаныш. Қазіргі таңға дейін 6 том шықты. Жалпы алда Алла қаласа 15 том жоспарланады. Машалла. Тағы да 7-8 томдар негізі дайын тұр. Олар да шығып қалар. Ал тайм-менеджмент кітабы жаңа айтылғандай, бұл да енді қажеттілікке байланысты шығарылған кітап. Өте үлкен ізденісті талап етті. Менің өзім үшін де бір жат сала етін. Өйткені мен батыстық кітаптарды, енді ағылшын тілі болса да көп оқымадым. Және бұл салаға байланысты бір даму саласына, әйтпесе бір әдебиет оқимыз ғой, бірақ осы жеке дамуға, уақытқа байланысты кітаптарды осы кітап жазу үшін оқыдым да. Бұл жерде уақыттың құндылығын ислами тұрғыдан да және сол батыстық тұрғыдан да қарастырылып, екеуін де әкеліп қазақ оқырмандарына жеткізуге тырыстық. Өйткені жалпы қараған кезде бізге қайдан келеді кітаптар? Қазір енді тайм-менеджмент өте өзекті мәселе болғаннан кейін, сондай тақырып болғаннан кейін жан-жақтан келуде бұл тақырыптар. Бізге мен кітап дүкендеріне барсақ, көбінесе орысша кітаптар, және олардың барлығы дерлік аударма болды. Яғни ағылшын тілінен аударылған америкалық, шетелдік, батыстық кітаптар. Сонымен қатар орыс авторларының да кітаптары бар, бірақ олар қатты көп емес. Сондықтан сол ағылшынша кітаптарды ағылшынша түпнұсқадан қарадым, орысша кітаптарды да қарап, ал ислами тұрғыдан қарау үшін түрікше кітаптар және арабша кітаптарға жүгіндік. Бірақ бұл екі жақта екі түрлі жазылады. Яғни арабша мен түрікше кітаптарда тек қана ислами тұрғыда жазылады, ал батыстық және орысша кітаптарда ол заманауи тайм-менеджмент мәселесі жазылады. Бұл біз кітабымызда қазақша шыққан төл кітап, және осы кітапта екеуін де қосып, қарастырып, жазып, соларды ұсынуға тырыстық. Бұл екі жақтан да білу арқылы біз жалпы Алла тағала бізге уақытты неге берді, уақыттың қандай құндылығы бар екенін түсініп, ары қарай сол батыстың қазіргі заманауи ережелерін үйрену арқылы сол уақытымызды барынша жақсы, дұрыс пайдалануға мүмкіндік ала аламыз. Керемет апай. Және мен қосып кеткім келеді, сіз ислам және батыстың екеуін қосып жаздым деп жатсыз ғой. Және өте керемет сәтті ұштастырған осы қазақи менталитет, ақын жазушыларымыздың уақыт жайындағы пікірлері, өлеңдері қатты күшті, керемет қосқансыз. Қатты ұнады. Мен қателеспесем, енді неше жыл бұрын оқыдым бұл кітапты, бірақ Шәкәрімнің ба өлеңі есімде, әлде Мағжан Жұмабаев пе еді, осы уақыт, Мағжан Жұмабаев, уақыт туралы өлеңі әйелмен теңестіреді да, сол қатты ұнады, әлі күнге дейін есімде сол өлең. Оқып көріңіздер Мағжан Жұмабаевтың уақыт туралы өлеңін. Мен шабыт деген Аллахтан деп, бір сөзбен айтқанда, Аллахтан деп жауап бересіз ғой, Иә, ол адамның ішіне бір нәрсе береді Алла тағала, бір тұқым сияқты, өзімнен алып шығайын бір нәрсені, адамдарға жеткізейін деп. Өйткені бұл дүниедегі адамдар әрқайсымыз бір-бірімізге себепшіміз, бір-бірімізге бір нәрсені үйрету үшін келгенбіз. Сондықтан бір адамға бір нәрсені басқаларға жеткізу үшін солай шабыт береді деп санаймын. Керемет. Осы орайда Ахмет Байтұрсыновтың бір сөзі есіме түсіп тұр. Ол айтады, кітап ешкім мақтаныш үшін жазбайды, ол мінезден туады, сөйтіп халқының қызметіне жарап, қажетін өтейді дейді. Сіз дәл жаңа манан бері айтып жатсыз, мына кітап себебі қажеттіліктен туды, ораза туралы болмады, мына кітап бұл да қажеттіліктен туды себебі тайм-менеджмент туралы жазылмаған еді деген сияқты. Шынымен де солай, жазатын кітаптарыңыз көп болсын әлде. Және бір сұрақ осы орайда, жалпы қазір 21 ғасырда осы біздің жастардың уақытымызды тиімді пайдаланбайтын сияқтымыз. Себебі TikTok, Instagram деген жаңағыдай желілерде белсенділік осыған дәлел болып отыр. Өзімнен де байқаймын, мысалға, күнімнің бір-екі сағаты осы желілерге кетіп қалады. Оның ішінде әрине пайдалысы да бар, пост жазуға арнаймын, халыққа жаңағыдай оқырмандарға пайдалы болайын деген ниет те бар. Арасында қызық қуып жаңағыдай посттар басқада оқып кету деген де бір нәрселер бар, әртүрлі аралас. Осы TikTok-қа мүлде кірмесем де, осы Instagram-да белсендімін да. Осы уақытты тиімді пайдалану қазір неліктен қиындап бара жатыр?
уақыт өткен сайын қиындап бара жатыр да. Мысалға 2 жыл бұрын мен уақыт тиімді пайдалану деген нәрсе маған оңай көрінетін. Қазір мысалға қиындау. Және тиімді пайдалану қиын болмас үшін не істеуге болады? Бір оңайлату жолдар бар ма тиімді пайдаланудың? Біздің уақытымызды тиімді пайдалануға кедергі жасап жатқан нәрселерді батыста да, енді дінімізде де, әсіресе батыста сипаттаған кезде уақытты ұрлаушылар деп сипаттайды. Мысалы, атақты Брайан Трейси да өзінің кітабында соны әртүрлі топқа бөліп атап өтеді. Солардың ішіндегі шынымен де қазіргі таңдағы және көпшіліктің қараған кезде уақытын ұрлайтын ол осы әлеуметтік желілер деп қарасақ болады. Және одан басқа да көптеген басқа да бос әңгіме секілді уақытты ұрлаушылардан барынша ауыстыруға тырысуымыз керек. Енді уақытты босқа өткізбес үшін. Уақытымызды ұрлайды дегенде қарап тұрсақ тура мағынасында ұрлап кететін сияқты. Одан кейін мынандай бір сөз бар. Әрбір кез келген нәрсе, ұрланған нәрсені қайтарып алуға болады дейді. Ал бірақ уақытты қайтарып алу мүмкін емес дейді. Керемет. Басқа нәрсе біреудің бір үлкен сомадағы ақшасын ұрлап кетсе де, немесе бағалы бір затын ұрлап кетсе де, оларды қайтарып алу мүмкін. Әйтеуір оны полицияға береміз бе, жоқ іздеп табамыз ба, қайтарып алуға болады. Ол зат тура сол күйінде қайтып келе алады бізге. Ал уақытты біреу ұрласа, біздің уақытымызды ол әлеуметтік желі болсын, ол бір жансыз нәрсе болса да, ұрласа, ол қайтарып бере алмайды. Біз оны сотқа береміз дейміз ба, жоқ басқа шағымданамыз ба, ол қайтарып беруі мүмкін емес нәрсе. Сондықтан біз өзіміз абай болуымыз керек, ұрлатып алмау үшін. Бұрында ертеректе өткен үлкен ғалымдар болған, ислам ғұламалары, олар тіпті адамдармен сөйлесуге де уақытын аяйтын болған, уақытын қызғанатын болған. Тіпті ол кезде бұл сияқты бір әлеуметтік желіге, басқа нәрсеге кетіп қалу былай тұрсын, ондай әңгіме де жоқ етін. Бірақ адамдар келіп әңгіме айтайық, сөйлесейік деген кездің өзінде уақытым жоқ деп жауап бере алатын болған. Біз қазіргі таңда жоқ деп айта алмауымыз мүмкін. Немесе енді әлеуметтік желіде отыратын болсақ, ол жерде өзімізге жоқ деп айтуымыз керек. Біріншіден нәпсімізге жоқ деп айтуымыз керек. Солай тоқтата білуіміз керек. Әрбір шыққан жаңалықтың, әрбір пайда болып жатқан бір жаңа технологияның бізге пайдасы бар. Біз үшін, адамзат үшін жасалынып жатқан нәрсе, біздің өмірімізді жеңілдету үшін жасалынып жатқан нәрсе, бірақ біз соның пайдасы зиян тұсына кетіп қалмауымыз керек. Мұхтар Шахановтың мынандай бір сөзі бар: батыстың цивилизациясын аламыз деп канализациясына түсіп кетпейік деген. Өте біз үшін айтылған сөз деп қарасақ болады. Бұның барлық салада ойлансақ болады, мәдениет саласында да, дінімізде де, және осы бізге пайдалануымызға беріліп жатқан технологияларда да осыған мән берсек жақсы болады. Ал ары қарай сол уақытымызды, яғни жалпы бос уақытымыз көп, сол бос уақытымызды осы ұрлаушыларға беріп қоюға, сол бос уақытымызды ұрлаушыларға ұрлатып алудан сақтап, ары қарай өзіміздің қажеттілігімізге дұрыс нәрселерге пайдалануды қолға алуымыз керек. Оның өте көп жолдары бар. Ол жерде пайдаланатын уақытты жұмсайтын істеріміз де анықталған. Ол жерде приоритет қоя білуіміз керек. Қайсысын бірінші істейміз, мен үшін қайсысы маңызды, қазіргі таңда қайсысы маңызды дегендей, соған қарай әркім өзіне реттеп ала алады. Күшті. Осы жерде сіздің кітабыңыздан бір түйген ойым бар еді. Күшті айтқансыз, мысалға, уақыт деген ол кешіріңіз, ол пайғамбарымыздың сөзі, саллаллаху алейхи вассалам, сіздің кітабыңыздан оқыдым, бірақ хадис, уақыт ол Алланікі, ал Алланың ісіне жаман пікірде болма деген. Мысалға айтамыз, уақыт жоқ. Мысалға Аллах тағала жаратып тұр уақытты, бірақ біз оған жоқ деп айту бір қисынға келмейтін сөз шынымен де. Сол үшін сіз айтқансыз, астына күшті етіп жазыпсыз. Асылында біз уақытты басқармаймыз, басқаратын ол Аллах тағала. Аллах тағаланың мүлкі уақыт деген. Біз уақыттың ішіндегі өзімізді басқаруымыз керек деп. Шынымен де сол пікірге келіп өзімізді басқару мүмкін екенін, және ол болатын нәрсе екенін шынымен дәлелі. Апай, осы кітабыңызда да жастық шақтағы уақыттың маңызы туралы жазғансыз. Негізі қай жаста болса да уақытты бос өткізбеу әрине маңызды.
бірақ дәл осы жастық шақтағы уақытқа кеңінен тоқталғансыз да. Оның сыры неде, неліктен? Жастық шақ жалпы адамның өмірінің ішіндегі мүмкіндігі ең көп уақыты. Ол жерде адамның күш қуаты да өте көп болады, білім алуға деген мүмкіндігі де көп болады. Сондықтан дінімізде де және жалпы адамдарды, әсіресе сол үлкен адамдарды, қартайған адамдарды қарасақ та, барлығында осы сөз жүреді. Барлығының аузынан осы сөзді көре аламыз. Осындай мысалы адамдардың сөздерін, ұлы адамдардың сөздерін барлығын қарастырған кезде де осы сөзді көп кездестіруге болады. Жастық шақтарыңды дұрыстап пайдаланыңдар. Жастық шақ тез өтіп кетеді деп айтады. Және жастық шақта біз үш нәрсені алып қарауға болады. Ол жерде ең бірінші білім алу мүмкіндігі өте жоғары, адамның миы, қабілеті соған жеткілікті болады, ашық болады. Сондықтан барынша өзімізге қажетті білімді алып толықтырып алуымыз керек. Бұл жерде екі жақты да білім, яғни дүниелік білімді де және өзіміздің рухани білімдерімізді де алып алу жағынан, және бір іс жасаймыз десек, адал ризық табу жолында жұмыс істейміз десек те, ол жұмыстардың барлығын ретке қойып, жолға қойып алуға да осы жастық шақта мүмкіндік көп. Өйткені жастық шақта адам барынша көп жұмыс істей алады, көп жүгіре алады, анда да барады, мұнда да барады, оның барлығына күші жетеді. Және үшіншісі жастық шақта ғибадат жасау. Жастық шақта ғибадат жасауға дінімізде өте көп мән беріледі. Тек қана жастық шақта дүниелік істермен ғана жүріп, одан кейін қартайғанда, сол зейнетке шыққанда намаз оқимын деген сияқты айтулар, солай сөздер дінімізде құпталмайды. Дінімізде сол балиғат жастан бастап ғибадатты міндеттегені де содан. Және жастық шақта жасалынған ғибадаттың сауабы да көп болады. Ол жастық шақта жасалынған әрбір іс, кез келген бір жақсы іс, жақсы әдет адамға қалыптасып қалады, өміріне қалыптасып, оны енгізіп, орнықтыруға болады. Сонымен қатар ол жастық шақта үйренуге де оңай болады. Кез келген жаңа әдетті, кез келген жаңа білімді үйреніп, оны ары қарай өміріне өткізіп, амалға асырып, іске асыра алуына мүмкіндігі өте көп. Ал қартайғаннан кейін, уақыт өткеннен кейін, жас ұлғайғаннан кейін, ол адамның білімге де мүмкіндіктері азая бастайды. Бір жаңа істі, тіпті бір құлшылықты бастауға да кішкене шаршаңқырап, намаз оқуға белі ауырып, ол Құранның сүрелерін жаттауға да жады жетпей, сондай қиыншылықтарды кездесе бастайды. Сондықтан қай жағынан алсақ та жастық шақты тиімді өткізу өте маңызды. Жастық шақта бір жаңа нәрселерді, дұрыс нәрселерді үйреніп қалу да өте маңызды. Керемет апай. Тағы бір сұрақ осы не туралы, осы уақыт тақырыбында. Қыз балалардың енді уақыты сәл басқаша келеді, менің ойымша. Ер адамдарға қарағанда мен өзім қазір енді Алматыда жұмыс сабақ деп жүрмін, бірақ үйге барған кезде өзім байқаймын, күніне бір қыз балалардың 1-2 сағаты ас үйде өтіп кетеді. Қаласаң да, қаламасаң да уақытты қанша тиімді деп пайдаланғымыз келсе де, келмесе де, сондай шындық сол. Үй жинаудан бөлек тек қана ас үйді айтып жатырмын да мен бұл жерде. Жалпы айнаның алдына да көп уақыт кетіп қалады бізге. Тамақ пісіру болсын. Жалпы тайм-менеджментте қыз балаларға берер кеңесіңіз қандай? Қандай лайфхактар ұсынасыз біздерге? Бұл туралы кітабыңызда жазылған сияқтысыз, иә? Жалпы жазған кезде ортақ етіп жаздық, өйткені ережелер, барлық қағидалар және исламдағы уақыттың құндылығы барлығына да ортақ. Сонымен қатар енді тұрмысқа шыққанға дейінгі әйел адамдар, яғни қыз балаларда, ол барлығы бірдей сияқты көп жағдайда. Өйткені мысалы қалада тұратын болса студент кездерде жігіттер өздері бір пәтер жалдап тұрады, қыздар да пәтер жалдап тұрады, екеуінің де істейтін істері бірдей сияқты. Мысалы ол жігіттер де тамақ істейді, сондай өздері пәтер жалдап тұрған кезде, қыздар да соғұрлым тамақ істейді. Ал ары қарай әйел адамның уақытына бір тақырып арнадым мен, мысалы ол жерде мысалы сол ары қарай отбасылы әйелдер, балалы әйелдер деген сияқты олар уақытын барынша дұрыс пайдалануына. Бұл жерде басты нәрсе
жұмыстарын тез істеу, уақытты тиімді пайдалану. Бұл жерде әртүрлі ережелер де айтылады. Тайм-менеджментте мысалы 2 минут ережесі, 5 секунд ережесі деп айтады. Мысалы барлығын тез бірден бастап, бірден істеп кету деп айтады. Кейінге қалдыра бермеу екен. Кейінге қалдыру жалпы дінімізде де өте дұрыс емес екендігі айтылатын нәрсе. Энергияны алады, кейінге қалдыру мысалы ойымызда жүреді да, қанша уақыт бойы сөйтіп ол энергияны алып қояды. Өте дұрыс айтасың. Ол жерде Брайан Трейсидің Eat That Frog деген несі бар да? Фразасы бар, кітабы бар оған арнайы. Ол жерде не дейді, анау құрбақаны жеп қой деп айтады. Сол тура бір кейінге қалдырылған ісіміз біздің алдымызда сол құрбақа сияқты тұрады. Алдымызда, көз алдымыздан кетпей тұрады. Соны істеу керек еді деген нәрсемен жүреміз. Ал дінімізде ісін кейінге қалдырған адам құрдымға кетті деп айтады хадисте пайғамбарымыз. Сондай соншалықты бізге зиянын тигізетін нәрсе. Әйел адамдар да үйдегі істерінде кейінге қалдырып жүре берсе, анау бір ыдыс-аяқ жууды, бір нәрсені жинап қоюды, реттеп қоюды, ол ақыр соңында, күннің соңында ол таудай болып үйілген іс болып алдынан шығады. Ал оны бірден жасап қоятын болсақ, ол тез бітер еді. Біздің энергиямызды да алмайды, күшімізді де, уақытымызды да оншалықты көп алмайтын еді. Содан кейін енді айнаның алдына уақыт арнаймыз десек, біз ол уақытымызды басқа нәрседен алуымыз керек болады. Сол азырақ ұйықтауымыз керек болады. Мен білемін ондай қыздарды сол айнаның алдында отыру үшін, таңертең дайындалу үшін ұйқыдан 1 сағат ерте тұратын, сөйтіп дайындалатын. Мысалы ол ұйқысынан уақытын қиып отыр, немесе сол инстаграмға бір нәрсеге кіруде, немесе басқа бір нәрсе жасаудан уақытты қиып, содан алуымыз керек болады. Әйтпесе уақыт шектеулі, бәрібір ол 24 сағат барлық адамға бірдей берілген уақыт. Біз енді үйде отырған әйелдер болса, әсіресе сол кейінге қалдырмай барлығын бір орында істеу. Әйтпесе, мысалы жұмыс істеп жүріп, отбасылы болған әйелдерде, мысалы қалай болады, ол өзінің жұмысқа баратын белгілі бір уақыты болады. Ары қарай жұмыстан келгеннен кейінгі уақыты шектеулі, және сол шектеулі уақыттың ішіне барлығын сыйдыруға тырысады. Ол кезде адамның уақыты керісінше тиімді өтеді көп жағдайда. Ал адам үйінде отырса, мен уақытым жетеді, бос күні бойы үйдемін деп, сол уақытын барлығын босқа кетіріп алуы да мүмкін. Сондықтан осы және жоқ деп айтуды үйрену деп айтады. Ол жаңағы айтқандай өзімізден бастап, өзімізге жоқ деп айтып бастап, және басқаларға да бір қажетсіз істерде, бос әңгімелерде соларда жоқ деп тоқтата білуіміз дейді. Әйел адамдар негізі мейірімді болып жаратылғандықтан көбінесе жоқ деп айта алмайды. Бірақ сол қажетті болған жерлерде айтуды кішкене үйреніп, уақытымызды дұрыс нәрсеге жұмсауымыз керек болады. Осы жерде шынымен де мысалға балалары бар апайларға, қыздарға мысалға Аллах тағала уақытын берекелі етіп қоятын сияқты отбасылы аналарымызға. Себебі мен миыма сыймайды, шынымен қалай олар үлгереді деген сияқты. Соңында бір өз-өзіме жауап таптым. Просто олардың уақытын Аллах тағала берекелі етіп қоятын сияқты. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Жақсы жауап екен. Ол ниетке байланысты. Шынымен адамның ниетіне қарай береді Алла. Оған күмән болмайды. Енді келесі айдар бізде күтпеген сұрақтар айдары деп аталады. Бұған көбіне тез және қысқа жауап берілу керек негізі, бірақ қаласаңыз ұзағырақ тоқталып кетсеңіз болады. Жарай ма? Ендеше бірінші сұрақ, арманыңыз қандай? Дәл қазіргі арманыңыз қандай? Шорт терм арман айту керек па, не лонг терм емес па? Өзіңіз біліңіз, шорт терм осындай, лонг терм осындай. Дәл қазіргі дегенге ойланып қалдым просто. Миссия деген сияқты. Өмірлік арманда негізі. Менің өмірлік арманым, өмірлік мақсатым осы адамзатқа қызмет, яғни дін саласынан қызмет. Адамзатқа қызмет әртүрлі жақтан болады. Адамдардың әртүрлі өзінің қабілеттеріне байланысты болады. Бір адамдар мысалы
дәрігер болып сол арқылы қызмет етеді адамзатқа, адамның өмірін құтқару жолында. Ал мен осы дінімізді, ақиқат болған ислам дінін адамзатқа жеткізу, өзінің шынайы келбетінде, негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйіншілеңдер, қорқытпаңдар деп айтады. Сондай сүйіншілейтіндей дін екендігін сол тұрғыдан жеткізу. Машалла. Жақсылыққа шақыру дейсіз ғой, керемет апай. Екінші сұрақ, қыз балаларға қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Жалпы білім алу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ер адамға да әйел адамдарға да парыз деп айтқан. Сондықтан қыз балалардың білім алуы өте маңызды. Сондықтан енді парыз жағынан қарайтын болсақ, діни кітаптарды, өзінің діни біліміне фундамент болатын кітаптарды оқып алғаны жөн. Одан кейін отбасына дайындық, бұл өте маңызды. Қазіргі таңда немесе бұрынғы кезден бізде өзіміздің отбасымызда бұл мәселе көп қозғалмайды, ата-анамыз тарапынан үйретілмейді. Сондықтан көптеген келеңсіздіктер болып жатқанын көруге болады қоғамнан. Сондықтан әр қайсымызға ертең қыз балалардың болашағы осы отбасына байланысты, жар болуға, ана болуға байланысты болғаннан кейін соған қатысты кітаптарды оқып білім алу өте маңызды деп санаймын. Бір баланың тәрбиесі үшін де том-том кітаптар оқудың өзі керек болады. Сол сияқты ер адаммен қарым-қатынаста, яғни тұрмыстағы отбасылық қарым-қатынаста да көптеген білім алудың қажеттілігі болады. Соған байланысты кітап оқыса өте жақсы болар еді. Сонда қыз балаларға бірінші жалпы білім алу керек, дін туралы, екінші бала тәрбиесі жайлы, үшінші ер адам жаңағыдай отағасымен қарым-қатынас жайлы кітап, үш бағытта оқыған дұрыс па? Нақты қандай кітаптар оқуға жалпы кеңес бересіз? Осы үш саладан. Кітаптар кәдімгі аттармен. Аттармен. Бұл жерде енді үш сала деген кезде бұл өзінің білімінен басқа, яғни бір өзі қандай да бір мамандық иесі болғысы келсе, соған байланысты кітаптарын әрине оқиды. Ол университетте талап ететін, мектепте талап ететін кітаптар оқылады. Одан кейін осы үшеуі, біріншісі діни ілімі, екінші кезекте отбасылық қарым-қатынас, одан кейін бала тәрбиесі. Өткен кезегі солай реті солай жүреді ғой. Енді нақты қандай кітаптар екенін қарастырып, мысалы атын атап түстеп өтетін болса, діни кітаптардан имани гүл, иман негіздері сияқты иманды түсіндіретін, иманымызды арттыратын кітапты қарастырсақ болады. Одан кейін намаз оқимын деген адамдар үшін, бір ғибадатты бастаймын деген адамдар үшін сол ғылым халды оқып, жаңағыдай әйелдерге арналған ғылым халды оқып, сондай кітаптарды. Одан кейін пайғамбарымыздың, сахабалардың өмірбаяны, сол сияқты негізгі кітаптарды оқыса болады. Ары қарай одан кейін тағы да көп оқи беремін, мұның барлығын оқып қойдым деген адамдар үшін, мысалы, осы кітап алдым дүкеніне келіп, мүмкін кітаптарды оқып шықса да болады, артық болмайды. Күшті реклама. Ары қарай отбасына байланысты, мысалы, мен өзім Елжас Ертайұлы деген отбасылық коучты тыңдаймын, қатты құрметтеймін. Қысқа нұсқа керек нәрсенің бәрін айтып береді. Кітабында да мысалы Жұбайыңның жүрегін жаралама жаула деген кітабы бар, мысалы, сол жерде де барлық нақты не керек, қалай істеу керек, бәрін жазып қойған. Одан ислами тұрғыдан қарайтын болса, отбасы ғылым халы, жанұя жарасымы секілді кітаптар бар. Одан кейін бала тәрбиесіне арналған кітаптар да өте көп. Сол жаңағы айтып өткен Елжас Ертайұлының баланы жазасыз тәрбиеле, одан кейін баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле, баланың бақытты бала химиясы деген кітаптар бар. Осының барлығы балаларға бала тәрбиесіне қатысты кітаптар. Одан кейін мысалы өзің аудардың ғой, қателеспесем, проблема балада емес, балада. Оның өзі өте көп өмірдегі кездесетін қажеттіліктерді жауап бере алады. Әртүрлі проблемалар туындаған кезде, мәселелер шыққан кезде соларға жауап бола алады. Содан кейін Анна Быкованың кітабы, оны да сен аудардың ба? Білмеймін. Қай кітабы? Одан кейін ленивая мама ретінде танылған Анна Быкованың өз бетінше әрекет ететін бала деген сияқты кітаптары бар. Осы сияқты бала тәрбиесіне арналған кітаптарды көптеп табуға болады. Бұл көбінесе енді отбасы құрғаннан кейін оқып бастау мүмкін қыз балалар. Ал жалпы отбасы құрғанға дейін де сол отбасына байланысты, отбасылық қарым-қатынасқа байланысты кітаптарды оқығаны жөн. Сол кезде ертең күні отбасын құрғаннан кейін келеңсіздіктердің барынша алдын алуға болады.
ер адам психологиясын үйренуде, онымен қарым қатынас құруды үйренуде өте маңызды болып табылады. Өйткені бір сол қадамға барып, отбасылы болғаннан кейін ары қарай сол отбасын барынша берекелі, барынша жақсы үлгілі отбасы етуге тырысқанымыз жөн. Ол жерден болмай қалды деп қашып кетудің жолын іздегенше, соны дұрыс жолға қоюдың шешімін табуға тырысқанымыз жөн. Керемет. Күшті. Енді үшінші сұрақ. Құдай сақтасын, апай, осы айта алайын бірінші. Құдай сақтасын, бірақ бүгін соңғы күн деп айтатын болса, бүгінгі күніңізді қалай өткізер едіңіз? Құдай сақтасын дейміз бәріміз. Шынымен Алла тағаланың ғана қолындағы нәрсе. Құранда адамның ажалы бір сәт бері де, бір сәт ары да жылжымайды деп айтылады. Сондықтан жалпы адамның андай күліп ойнап өмір сүруіне де бір мүмкіндік беретін нәрсе осы ажалдың ғайып болғандығы. Білмейміз қашан өлетінімізді, кім болса да, әйтпесе қарап тұрсақ, жастар да кетіп жатыр, кәрілер де кетіп жатыр, кішкентай бүлдіршіндер де кетіп жатыр. Сондықтан егер сондай нәрсе айтылатын болса, біреу келіп соңғы күн деп айтылатын болса, сол кезде ғана білуіміз мүмкін, болмаса ол да айтылмай кетеді жалпы көбіне. Ал енді маған біреу сөйтіп келіп айтатын болса, барынша ақыретке дайындалып, енді оған дейін де негізі адам дайындалу керек. Енді бірақ соңғы күн болатын болса, одан да көбірек құлшылық жасап, және отбасыммен, менің жолдасым бар, балам бар, солармен бірге өткізуге тырысар едім. Керемет. Осы орайда уақыттың қатты бір маңызды екені, құнды екені осы өлім туралы ойланған кезде біліп қаламыз. Сол кезде сіздің кітабыңыздан оқығам, неше жыл, 2 жыл ма болды ғой, әлі есімде, сол қатты әсер еткен еді. Сол сіздің жазғаныңыз, сахабалар, ғалымдар бұрын уақыттың сонша тиімді пайдаланғысы келген соншалық әйелдеріне мен тамағымды езіп берші деп айтатын болған екен да. Шайнауға, кейін оны қортуға, асқазаныма энергия, уақыт аз кетсін, сол үшін маған солай жаса деп айтқан екен да. Соншалықты олар өлімге бір дайындалғысы, күнде бір дайындықпен жүрген екен да. Уақытын соншалықты тиімді пайдаланған. Сол құрметті тыңдармандар, осы тайм-менеджмент кітабын алып оқыңыздар деп реклама тайм десең. Келесі сұрақ, апай, 7 миллиард адам бар ғой бұл әлемде. Олардың бәрінде ұялы телефон бар, иә. Олардың осы бәрінде телефондарына бір уақытта бірдей хат келеді делік. Бәріне бірдей. Оны сіз жібересіз. Қандай хат жіберер едіңіз? Ішінде қандай сөйлем болатын еді? Қандай месседж жібересіз? Бұл жерде менің ойыма, енді плагиат болып кетпесін, бірақ ойыма Абайдың сөзі есіме келіп отыр. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті дейді. Күшті. Бұл жерде Абай барлық керек нәрселерді қамтыған десек болады. Яғни ең бірінші нәрсе Алла тағаланың бізді жаратқаны, бұл иман. Алланы жаратуына басқа енді имансыздар, материалистер қандай түсінікте екенін білеміз. Өзінен өзі пайда болды, эволюцияның әсерінен пайда болды, бір нәрседен басқа нәрсеге өтті деген сияқты түсініктер бар. Ал біздің сеніміміз бойынша, ақиқат бойынша Алла тағала барымызды жаратты, және бізді бәрімізді ол бөліп жармай махаббатпен жаратқанын айтуда. Сол үшін де біз соған алғыс ретінде, қайтарым ретінде Аллахты сүюіміз керек, ең барлығынан артық жақсы көруіміз керек, және адамдарды да, барлық адам біз үшін бауыр деп қарай білуіміз керек. Және үшіншісі де ол ақиқат жол. Алла тағаланың хақ жолын жақсы көріп, осы жолда бола білу деген. Түсінер деп ойлаймын деп аударуға болады. Осы сөзді ойладым мен, жіберуге болатын. Барлық адамға жеткізетіндей бір месседж шынымен Абайдың айтқаны. Иә, сосын ұлт қаншама ел Абайды бір жағынан таныр еді дейсіз ғой да. Күшті жауап. Енді келесі сұрақ, қыз баланың миссиясы не деп ойлайсыз? Жалпы миссияны қыз балаға, ер балаға деп бөлген дұрыс па? Бөлген, мен дін маманы болғаннан кейін бөлуге болады деп санаймын. Өйткені Алла тағала екеуін екі бөлек қылып жаратты. Біздегі
немесе көбіне батыстағы гендерлік саясат бойынша мысалы екеуі тең дейді, тең ба дейді, соған мәселеге тоқталатын болса, ол жерде ислам дінінде екеуінің құқықтары тең, бірақ екеуінің миссиясы, міндеттері әртүрлі. Өйткені олардың екеуінің жаратылысы екі түрлі. Екеуін тең деп қарайтын болсақ, аяқ киіммен салыстырады. Екі аяқ киім негізі бірдей, бірақ екеуін бір-бірінің орнына киіп алатын болсақ, адам қиыншылыққа ұшырайды. Тура сол сияқты әйел адам ер адамның орнында бола алмайды, ер адам да әйел адамның орнында бола алмайды. Сондықтан қыз баланың әйел адамның өзіне арналған миссиясы бар. Ол жерде қыз балаларға Алла тағала нәзіктік берген, мейірімділік берген. Сол үшін де соған байланысты мысалы кез келген мамандық таңдауына болады. Мамандығында бірақ осы мәселелерді ескергені жақсы. Мейірімділік арқылы қыз балалар көбінесе адамдарға мейірімін төгіп, бір қамқорлық арқылы қамқорлық жасап, және бір нәрсе үйретуге көбіне жақын болады. Осындай мамандықтар таңдап, сол жолмен жүрсе де жақсы. Ары қарай енді кейбір адамдар ғана болмаса, енді кейбір қыз балаларды санамағанда басқалар, жалпы қыз балалардың барлығының ойында не болады? Отбасын құру мәселесі болады. Сол жерде де оның енді ең үлкен миссиясы шығады. Ана болу, жар болу деген осы арқылы да көп нәрсе істей алады. Өйткені бір отбасының ұйытқысы, бір әулеттің ұйытқысы бола алады. Сонымен қатар ары қарай адамзат үшін сондай ұлы тұлғаларды тәрбиелеп шыға алады. Сондай негізі қараған кезде қоғамдық, әлеуметтік те үлкен миссия атқара алады. Күшті. Қыз бала болып жаратылғаннан кейін оның миссиясы бөлек болатын секілді. Күшті айтып кеттіңіз. Подкастымыздың қорытындысы ретінде біздің подкаст аудиториясы, жалпы тыңдармандар көбіне қыз балалар. Көбіне емес, енді 99% қыз балалар шығар. Қыз балаларға айтар өсиетіңіз, кеңесіңіз қандай? Енді тақырыпқа қатысты айтатын болсақ, немесе жалпы айтатын болсақ та, жаңағы айтқан сөз бар, Мұхтар Шахановтың деді. Батыстың цивилизациясын аламыз деп, канализациясына түсіп кетпейік деген. Көбінесе бізде жастар, енді мысалы студенттік шақ болған кездерде қыздар, қыз балалар еркіндікке шықтық деп әртүрлі басқа нәрселерді көруге тырысады, көруге ұмтылады, жаңа нәрселерді көруге тырысады. Осының ішінде біз барлық нәрсе алдымызда ашық тұр, бәріне бізге бір қол жетімді деп бағала бермей, тек қана дұрысын, шынымен де цивилизация болатын нәрселерді алуға тырысайық. Ал басқа бізді құрдымға кетіретін, ұлт ретінде құрдымға кетіретін, ертеңгі ақыретімізді құрдымға кетіретін нәрселерді ден бас тартуды үйренейік, кішкене ақылмен ойланайық дер едім. Сол арқылы ғана жетістікке жете аламыз. Ал жалпы енді жаңағы уақыт мәселесінде мынандай бір сөз есіме түсіп отыр. Ағылшынның мақалы бар. Ер адамдар таңнан кешке дейін жұмыс істейді дейді. Таң атқаннан кеш батқанға дейін жұмыс істейді дейді. Ал әйел адамның жұмысы ешқашан бітпейді. Сол уақытқа қарай әрекет ете алуды үйренуіміз керек. Бұған өзімізге барынша күш жинауды да арасында үйренуіміз керек. Күш жинайтын істерді де өзімізге, яғни пайдалы болатын, бізге бір мотивация беретін, күш беретін, қуат беретін нәрселерді де алып, әйтпесе шынымен жаратылысымыз басқа, іс-әрекетіміз басқа, біздің өміріміз басқа десек болады. Соған қарай бейімделуді үйренсек, ол өмірді де өзімізге тиімді, пайдалы және бақытты өмір сүре аламыз. Күшті, керемет жауап, апай. Көп рахмет келгеніңізге. Бүгін бір сондай ең осы подкаст, 3-ші подкаст жазып жатырмын. Ең ұзақ болған осы подкаст екен. Рахмет көп, өте пайдалы, қыздарымызға пайдалы, өзіме де пайдалы болған керемет подкаст болды. Біз сізді әлде күтеміз подкасттарыңызда. Менде уже миымда бірнеше тақырып тұр, сізбен талқылайыншы деген. Мысалға, апай, келесі подкастқа Алла қаласа исламдағы әйел құқығы деген тақырыпта подкаст жүргізсек, бірнеше идеялар келіп жатыр. Алдағы подкасттарда күтеміз. Келгенде көп рахмет. Алла разы болсын. Мен баршамыздан Алла разы болсын. Өте қуаныштымын. Менде шақырғаныңа, осылай келгенімізге, кездескеніме қуаныштымын.
баршаға пайдалы болады деп, ары қарай жалғасын таба береді деп, басқа да керемет қонақтармен жалғаса береді деп сенемін, солай тілектеспін. Рахмет, енше сау болыңыздар.